Сәлем шаян дусларым. Білем, сіз сәяхат етерге яратасыз. Сәферге өзібіз білен яқшы кәйіп һәм елмаюны юлда жетіп олық та юлға қозғалық. Қойда юл тұтабыз дейсіз ме? Хәзір барысын да білерсіз. Кішілер де, құшылар да, хайваннар да болмаған дүнияны көз алдына кетіргіз әлі. Бары тек жел сызғыру ғана ешітілі. Ақ қордан, қан бұзлардан тұрған дүния. Нәрсе, башқа планетаға ұшабыз деп сұрайсыз ма? Әйе, сіз үліш шақоқлы. Дұрыстан да башқа планета. Ләкин анда үләгі үшін жерні ташлап кетерге керек ме? Ол планета Антарктида деп атала. Дуслар, ешеу шартлары ең экстремаль болған Антарктидаға юл тұтабыз. Жер yüzінде зұрлығы бойынша 5-ші континент болып саналған Антарктиданың майданы 14 миллион квадрат метр. Ол жердегі ең биік һәм ең салқын материкта болып санала. 53 миллион ел элек Антарктидада жылы болған. Оның ярлары бойлап пальмалар өсіп отырған. Бүгін Антарктиданың 99% бұз білен қопланған. Оларның орташа қалынлығы 1 шақырымнан артып кете. Антарктида кішілер даими яшәмей тұрған бірден бір материк. Анда поляр станциялар түзілген, ғалимнар фәнни күзәтуләр алып баралар. Материкның климаты бик қырыс. Анда хәтта жәйін орташа температура -35 градустан юғары көтәрелмей, қышын -75 градустан да түбәнірәк була. Дүнияның бар түші суз запасларының 80% нәқ менә Антарктидада тупланған. Шуңа да қарамастан, ол жер yüzінде ең құры урын болып санала. Не үшін шулай екенін аңладыңызмы соң? Әлбәттә шулай. Материктағы су запаслары бұс рәвешендә тупланған. Явым түшім береді бик аз була. Білесігіз келсе, хәтта Сахара шөлінде де яңғырлар көбірек ява екен. Антарктидада соңғы 2 миллион елда бір генә томшы яңғырда, қорда яумаған районнар барлығын білейдіңіз ме, дуслар? Материктағы айсберглар һәр кемне таң қалдыра. Олар арасында бір ұлы шәһәр зурлығында болғаннары да ашырый. Көз алдығызға ғына кетіргіз әлі. Ең зор айсберг ұзынлыққа 295 километр, кеңлігі 37 километр. Континентлар арасында Антарктида ең аз үйренілгені һәм ең сірлісі. Материкта түрлі файдалы қазылмалар табылған. Нефть, газ, көмір, бақыр, қорғаш, графит, түрі күміш, темір рудасы. Әммә халықара кеңеушілер негізінде оларға қоғылырға рұқсат етілмей. Антарктидада гүмбәнің 1150 түрі табылған. Бұл гүмбәлер түбән хава тұрышына жайлашқан, һәм біздің яқларда үсе тұрған гүмбәлерден бик нык айырыла. Бары тек мұнда ғына жер yüzінде ең зор һәм ең биік болып саналған император пингвиннарын көрерге мөмкин. Материкта пингвиннарның көп түрлері яши. Бұл қитғада жер yüzінде ең шиста сулы диңгізде орнашқан. Дүнияда ең үтә күренмәлі болып саналушы Уэделла диңгізі ол. Диңгіз шул қадар шиста, анда 79 метр тирәнлікте болған әйбірлеріні де көріп бола екен. Антарктида сәғат поясларына һәм вақыт зоналарына бүленмәгән бірден бір континент. Материкның өз вақыты юк. Анда яшәүче галимнәр үз илләренең сәгате буенча яисә азык-төлек китерүче кешеләрнең вакыты белән яши. Антарктидада урамга чыгар алдыннан өстегезгә махсус җылы киемнәр киергә онытмагыз. Йөзләрегездә һич шиксез битлек булырга тиеш. Чөнки сулаганда күз ачып йомганчы борын һәм иреннәрегез туңачак. Бүгенгә шулар иде, дуслар. Антарктида турында сөйләшүебезне киләсе тапшыруларда дәвам итәрбез. Сәяхәтебез сезгә дә ошагандыр дип уйлыйм. Сау булыгыз!